ағаларымыз насылдым. Қазіргі жаңа қарап отырсам, осы тақырыпқа түрткі болдым. Бір мұғалім ішіндегісін жаңағыдай ашу-ыза назын жылап отыр. Қазіргі балалар не болып кеткен, бір қарасаң, әйнек шыны сияқты жылап шашылып қалады дейді. Біріншіден, сіз қандай педагогсыз, қандай ұстазсыз, егер бала сіздің бір көз қарасыңыздан жылап қалатын болса, сіз не гестапосыз ба, сіз не бір террористсіз ба, сізде бір бандитсіз ба, сонда не деген көзқарас болу керек? Сонда балаға қарасаң, бала сені көріп жылап қалатындай қорқынышты құбыжық па, не болды сонда? Екіншіден, ол ата-анасының үйінде не болып жатыр, ата-анасымен неге онымен жұмыс жасамасқа, мектепте тегін психолог бар, неге оны психологқа апармасқа ол баланы, неге өзіңіз педагогтар не психология оқытпай ма? Жоқ, осындай мұғалімдерді қарағанда, мұғалім сымақтарды мен мына нәрсе ғана ойыма келеді. Сіздер мектепті бір бизнес көзіне айландырған, 5 жыл шыдасаң, 5 жылда жаңа стажын, одан кейін бюджеттік органдарда қанша 10 жыл істесең ба, бір үй алуға бір өзінің жеңілдіктері бар ғой, сол үшін ғана сол мектепке кіреді ау деймін. Әйтпесе баламен ешқайсының шатағы жоқ. Қанша көріп келатырмын, өзім басымнан да өтіп келатыр. Ешқандай мұғалімдік этикаға, педагогтық заңдылық ешқайсысына бағынбайды. Тек әдемі киініп, астарында машине, алтын бриллианттарын тағынып, бір фэшн жаңағыдай сән әлемінде жүргендей сөйтіп мақтанып жүреді. Шын айтсам, сіздер қазіргі ұстаздар, қазіргі мұғалім деп жүргендер, сіздер жас баланың тұлғалық қасиетін өшірушісіздер. Сіздерге құл темір керек, робот керек. Үндемей баратын, үндемей сол тапсырманы орындайтын, ынжық, сорлы, бейшара қылып шығарасыздар мектептен. Жаңа Мақатаевтың өлеңі бар ғой, тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың. Сол өлеңге кішкентай бала ашық жарқын болып кіреді, құл, ынжық болып шығады. Мен шын айтсам, мектептерге бермес едім. Ақшалары, байлары бар, кәдімгі баяғы заманда оқытып, күшті жерде оқытуға болатын еді, күшті мектептерге. Былай мынандай жалпы орта мектеп бір тиынға да керек емес еді. Үйде өзім оқытатын едім баламды.